Арнама қош келдіңіз. Ұнаса лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Бір кедей етікші өмір сүріпті. Жұмысына адал, қайырымды, намазын қаза қылмайтын момын екен. Бір күні бейсенбіде қатты ауырып қалып, ертең болса жұма, ал менің жүруім қиын, енді қалай болады? Алланың үйі мешітте Аллаға мінәжат ете алмайтын болдым-ау, деп уайымға батыпты. Әбден ой қажағанда ұйқыға кеткенін сезбей қалса керек. Түс көріпті, түсінде ақ сақалды, ақ киімді қария кіріп, сенің уайымың Аллаға жетті, уайымыңды азайт, сен мешітке бара алмасаң, мешіт саған келер, ниетің қабыл болсын, ертең үйіңе киелі де сыйлы кісі барар, қабыл болғанын содан білерсің, деген екен. Содан таңертең өң мен түстің арасында оянып, сыйлы адам келер болса ұят болар, үйімді тазалайын, өзімді ретке келтірейін деп сүйретіле жүріп, үйін тап-тұйнақтай етіп, жинап, қонағын күтіп отырған екен. Терезеден қарап отырса, бір жеткіншек бала жылап, ағаш түбінде отыр екен. Етікші баладан: «Неге жылайсың? Кім тиді саған, балам?» деп басынан сипаса, бала: «Аяқ киімім жыртылып, киюге жарамай қалды. Жаңасын алуға ақшамыз жоқ, кедей тұрамыз», деп өксіпті. Етікші: «Саспа балам, жүр аяқ киіміңді көрейін», деп үйге кіргізіп, аяғындағысын жаңадан артық қылып тігіп берген екен. Жүзі бал-бұл жанған бала алғысын жаудырып, жүгіре жөнеліпті. Сонымен әнекелер, мінекелермен түс қайтыпты. Етікші: «Сыйлы адамым қашан келер?» деуменен терезеге қарап отырса, тағы бір жұпынылау киінген әйел келіп: «Сізден ұят болды. Етігімді жөндеуге беріп едім. Енді ақысын беруге ақшам болмай ұялып жүрмін. Ал күн болса суытып кетті, аяғым да тоңып жүр», деп мұңайған екен. Етікші: «Қарағым-ай, менің де сенен асып тұрған ештеңем жоқ, бірақ бір-бірімізге қарасып, өмір сүрмесек, түсінсе білмесек, несіне адам болып жүрміз? Міне етігің, игілігіңе кие ғой. Қол ақың керек емес», деп етігін қолына ұстатыпты. Алғысын жаудырып, ол кетіпті. Сыйлы адамы әлі жоқ, сонымен ымырт үйіріліп, қас қарайған. Етікші: «Алла тағала мені ықыласына сай деп есептемеген-ау шамасы. Келер деген адамын жібермесе қайтейін, енді бұйырмаған шығар. Маған сыйлы адамды қонақ ету», деп түн жарымына дейін уайымдап отырса, есік қағылыпты. Жылдам барып есікті ашса, үсті басы алба-жұлба бір диуана тұр екен. «Аға, бір түн түнеп шығайыншы, дала суық, сізден басқа үйлердің шамы сөніп тұр екен. Сіздің есікті қақтым, айып етпеңіз», деп қиылып тұр екен. «Кел, құдай қонақсың», деп азын аулақ асын беріп, қонағына өз орнына төсек салып, өзі одан төмендеу жата кеткен екен. Түс көріпті. Түсінде сол баяғы ақсақал: «Үйіңе 3 рет бардым, ықыласың мен ілтипатың өзгермеді. Үйіме сыйлы қонақ келетін еді деп бәлденбедің. Адам жасаған жақсылығын міндет қылмай, оны жария қылмай, сен сияқты момын болып, көкірегін кермей өмір сүрсе, Алла разы болып, тілегін қабыл етеді. Мен сені қолдап жүрер Қыдыр атаң едім. Қабыл болды дұға тілектерің», деп ғайып болыпты. Оянып кетсе, қасындағы қонағы да жоқ екен. Бұл жалғанда жасаған арамдығың да, адалдығың да, мейірімің мен зұлымдығың да кері қайтатыны қайткенде де дәлелденген заңдылық. Не істесек те қарапайым болайық, ағайын. Артық мақтан абыройды төгер. Мұрат Кенжебаевтан алынды. Оқыған Гүлбибі Әбусайылқызы.